бұл мәселенің шешілмей жатқан жағдайы мына сот арқылы да, жұмыс тобы арқылы да, мына азаматтарға есептелген ақша 99 жыл осы кезге шейін құнсызданып кетті. Мына 70-тен асқан азаматтарға, осындай инвалидтерге өкіметтің тағайындаған аймайлық ақшасы бар. Бұл кісілер сол аймайлық ақшаменен қазіргі ашылған банкротствоға талап қойған. Бірақ оны сот қолдамайды, өкімет жұмыс тобы қолдамайды. Сонымен мына кісілер уже 4 жылдан асты соттасып жатқанына. Арада бәрінің жасы кеп қалған, аурулары бар, өлетіндері бар. Ал енді осындай біздің бұлардың талабы көп десе, онда нағып отырған қазіргі жұмысшылардың бәрінің айлығы баяғы 99 жылғы айлығы емес қой, өсті ғой, әлеумет өсті, өмір өсті, баға өсті, дәрі-дәрмек өсті, бәрі қымбатшылық. Сонда бұларды қинай беру керек па? 99 жылғы ақшасына бұлар қазір сөздің шынын айтқанда түк те аламайды. Ештеңке келмейді. Бір телевизор алатын шығар, қымбат дегенде, басқа ештеңке де келмейді бұлардың ақшасына. Біз осыған бола соттың созылып жатқаны да, соттасып жатқанымыз да әділеттік таппай жатырмыз. Алаулық болмау керек қой азаматтардың арасында. Бұны алаулық дейді, дискриминация дейді. Біреуге 70 жасқа шейін ақасын өсірмеу керек, ақшаны 70 жастан кейін өсіріп беру керек. Ол қаяқтан шыққан заң? Бәріне заң бірдей тарамай ма? Сондықтан мен өтінетінім өкімет, президенттен, өкіметтен әділеттікті болғыңыз келсе, әділетті болу керек. Әр азамат бірдей болу керек. Заңға да, талапқа да, олардың несі де жан-жақты қаралып, дұрыс шешім шығару керек соттарымыз. Осы соттарға дұрыс шешім шығаруды, нағылуды, заңды бұзбаулықты қадағалайтын органдар соны қадағаламай ма? Қашанға жүре береміз біз? Өмір бақи соттың босағасында. Төлейтін болсаңыздар, төлеңіздер, төлемейтін болсаңыздар, айтыңыздар, төленбейді деп. Сол кезде бұл азаматтар өздерін тояды. Не айтатынын өздері біледі сонан соң. Осы мен айтатыным. Біз мүгедектер бұрынғы акционерлік қоғамның, Қаратау акционерлік қоғамның мүгедектері осы уақытқа дейін өзіміздің алатын мүгедектік ақшамызды ала алмай жатырмыз. 99 жылы біздің мекеме банкрот болған. Сондықтан сол банкрот болғаннан кейінгі біздің жиған терген сол жерден басталған біздің мүгедектік туралы ақшамыз есептелініп, не сол кезде конкурс бөлайшпен берілмеді, не мемлекеттен берілмеді. Содан бері 25 жылдай уақыт болды, бірақ біз соны әлі күнге дейін ала алмай жүрміз. Біз өйткені мемлекет аралық комиссия құрылған, сол комиссияларда бұл осымен кейінге қалдырып келе жатыр. Сол екі ортада біз сотқа берілдік. Сотта бұны өзінің шалалығынан бұл тірлікті әлі де бітіре алмай келе жатыр. Біз бұға дейін де бір жарымызды соттасқанбыз. Енді тағы бір жарымызды соттасуға тура келіп тұр. Сол неге себептен дегенде бізде заң бар, бірақ сол заң орындалмай жатыр. Мүгедектер біз алдымыз 80-ге, артымыз 65-ге келген біз жасы кеп қалған кісілеріміз. Бізде шығын да шығып жатыр. Былтырлары біздерден 3-4 адам шығын болған. О дейін, енді биылда онкологиялық аурулармен ауырып жатқан мүгедектер бар. Сол мүгедектердің бала-шағаларына сонда кім жауап береді? Олар ертең ала алмай қалуы да мүмкін бұл қаражатты. Сондықтан біз мемлекет басшыларынан, президенттен сұранамыз. Осыны алуға көмектессе екен, осы бір жағдай жасаса екен. Біз 25 жыл аш жүрдік. 25 жыл аш жүрдік. Бірақ содан кейінде бізді қазір 4-5 жылдың уақытысында біз соттасып жатқалы. Біз жақсы келген адамдардың бұның жасымыз жетпейді, біз соттасып. Біз сияқты осындай мемлекеттің соттың ешқандай жүйесі жоқ. Ешқандай соттар тәуекелге бара алмайды. Заң бар бізде, бәрі қорғалған заңмен, бірақ сол заң орындалмай жатыр. Сондықтан біз мемлекет басшыларынан тағы сұранамыз, бізге көмектессе екен. Біздің осы арынды алып, біздің осы ертерек алып, осы тиын-тебендерімізді алып, бала-шағаларымызбен ары қарай жайлы өмір сүріп кетуімізге Алла бізге жәрдем берсін. Қаратау мүгедегім. Осы
мүгедектердің ақшасын талап етіп жүргенімізге 24 жыл болды. Бармаған жеріміз қалмады. Соттан айналдырып, жоғарғы президентке айқай-шуымыз жетпей жатыр. Сол 200 мүгедектен 33 адам қалды. Оның жартысы жүруге жарамсыз. Сондықтан біз өз ақшамызды талап етеміз. Мен Абдралина Халимаш, ауа қыртаудың инвалидімін. Неше жыл болды аламай жүрген ақшамыз үкіметтен берілмей жатыр. Соны берулеріңізді талап етеміз. Ақшамызды алуға көмектесіңіздер. Biz mügedekler 24 жылдан асты ақшамызды алған жоқпыз. Осы себепке байланысты қашанғы соттаса береміз. Біздің мемлекетте мүгедектерді қорғайтын заңдар бар. Олар орындалмайды. 6 июльде 23 жылы президентіміз Тоқаевтың мүгедектердің құқығын қорғау туралы конвенцияны ратификациялау заңына қол қойды.